ораза ұстамаған адамды қандай жаза күтіп тұр деген бір сұрақ бар. Енді әрине кез келген Алла тағаланың парызын орындау бұл біздің мойнымызда міндет. Ал енді Алланың парызын орындамау ол белгілі бір деңгейде бізге жаза ретінде Алла тағаланың тарапынан, енді егер ол біздің денсаулығымыздың шарттардың келмеуіне байланысты болатын болса, ол кешірім бар. Жаңағыда айтылған сияқты, болмаса ораза ұстамаған жағдайдағы жаңағы денсаулығы мүлде жарамайтын болса, фидия беру деген сияқты кейбір нелер бар. Болмаса жаңа жаза деген кезде бұзып жіберген жағдайда кафарат сияқты жазалар бар. Ал бірақ ақиреттегі жазасын Алла тағаланың құзырында қалған дүние. Сондықтан да біз ораза ұстамаған адамға бәленше жаза береді, түгенше жаза береді, осындай қылады, мындай қылады деп айтуға аулақ болуымыз керек. Әрине ұстаса, ол Алланың парызын орындаған болып есептеледі, және Алла тағала айтады, оразаның сауабын мен беремін деп. Сондықтан да біз Алланың жаңағы тікелей сауабын өзі беретін құлшылықты жасайтын болғандықтан біз соған мұқият болуымыз керек. Ал енді Алла тағала бұл дүниеде қандай жаза береді, қалай жүзеге асады, ол туралы Алланың мейіріміне, рахымына қалдырғанымыз дұрыс шығар деп ойлаймын.